Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Ну что, ребятки, допрыгались? Тайга мейірімділікті білмейтін, тек күштілер ғана аман қалатын қатал әлем. Ол жерде сенің банктегі шотың, әкеңнің лауазымы, немесе қымбат көлігің ешкімге қызық емес. Орман тек бір ғана заңға бағынады, табиғат заңына. 55 жастағы Қасым өмірінің жартысын арнайы жасақта оқ пен оттың ортасында өткізіп, кейін тыныштық іздеп, Шығыс Қазақстанның ең қалың, адам аяғы баспайтын Алтай тайгасына қорықшы болып кеткен еді. Оның бүкіл әлемі орман және өзінің ізіне ерген 19 жастағы жалғыз ұлы Әлішер болатын. Бірақ бір күні бұл тыныштықты қаладан келген, қымбат джип мінген, ішімдік пен жазасыздыққа мас болған шенеуніктердің балалары бұзды. Олар табиғатты қорламақ болды, ал бұған тосқауыл қоймақ болған жас Әлішерді аяусыз сабап, қалың қардың үстінде қансыратып тастап кетті. Олар орманның қайыршысын жазаладық деп ойлады. Бірақ олар бұл ормандағы ең қауіпті жыртқыш қасқыр немесе аю емес, баласы үшін қаны қайнаған үнсіз әке екенін білмеді. Бұл түн мажорлардың өміріндегі ең соңғы ермегіне айналады. Орманның тыныштығы және қатыгез қонақтар. Қаңтар айының ортасы. Алтай тауларының бөктері, қалың тайга. Ауа температурасы 30 градусқа дейін төмендеген, айнала тізеден асатын қалың қар. Қорықшы Қасым өзінің ағаш үйінде мылтығын тазалап отырған еді. Оның жүзінде терең әжімдер мен ескі тыртықтар бар, жанары сұп-суық әрі салмақты. Оның ұлы экология факультетінің бір курс студенті Әлішер таңертеңгілік тексеріс жасау үшін орманның солтүстік беткейіне шаңғымен кеткен болатын. Әлішер өте мейірімді, жануарларға жаны ашитын, әкесін пір тұтатын ақкөңіл жігіт еді. Сағат түнгі 14:00 шамасы. Кенеттен орманның үнсіздігін ауыр қозғалтқыштың гүрілі мен қатты қосылған клубтық музыка бұзды. Қалың қарды жарып, орманның ішіне қап-қара, дөңгелектері тікұшақтікіндей үлкен, тюнингтелген Mercedes Class, Geländewagen және Toyota Land Cruiser көліктері бастырып кірді. Бұл көліктердің ішінде қаланың ең ықпалды адамдарының балалары отырған еді. Рамиль, облыс әкімінің орынбасарының ұлы. Топтың басшысы. Ақшасына мастанған, ешқашан жоқ деген сөзді естіп көрмеген тәкаппар садист. Тимур ірі құрылыс магнатының ұлы. Нашақор әрі қорқақ. Данияр прокурордың ұлы. Кез келген қылмысты жауып тастай алатынына сенімді. Олар қызыл кітапқа енген қар барысын, немесе маралды, заңсыз ату үшін түн көру құралдарымен, тепловизор, қымбат снайперлік винтовкалар мен мұздай қаруланып келген болатын. Олар үшін бұл орман жай ғана сафари, ал заң қағаз жүзіндегі ертегі еді. Қанды кездесу, сен кімсің, қайыршы? Әлішер шаңғымен келе жатып, бұталардың арасынан жол талғамайтын көліктерді көрді. Ол қалтасынан дүрбісін шығарып қарағанда, үлкен ағаштың түбінде үрпиіп тұрған маралды, және оған көздеп тұрған Рамильді байқады. Маралдың қасында кішкентай төлі бар еді. Әлішердің қаны басына шапты. Ол қорықшының формасын киген, кеудесінде төсбелгісі жарқыраған күйі шаңғысымен атылып ортаға шықты. Тоқтатыңдар. Бұл қорық аймағы. Мұнда аң атуға қатаң тыйым салынған. Қаруларыңызды түсіріңіздер, деп бақырды Әлішер батыл дауыспен. Рамиль винтовкасын төмен түсіріп, қабағын түйіп Әлішерге қарады. Сосын достарына қарап қарқылдап күліп жіберді. Ей, жігіттер, мына орманның қайыршысын қараңдаршы. Өзін полициямын деп ойлап қалды ма? Деді Рамиль, темекісінің тұқылын қарға лақтырып. Тимур мен Данияр да көліктен шығып Әлішерді келекете бастады. Сен кімсің, ей, чушок? Жоғал бұл жерден. Біз демалып жатырмыз. Әлде саған ақша керек пе? Мә, ал. Данияр қалтасынан бірнеше мыңдық купюраларды шығарып, Әлішердің бетіне шашып жіберді. Әлішер артқа шегінбеді. Ол өзінің рациясын, радио байланысын қолына алып, мен қазір милиция мен бас қорықшыны шақырамын. Сіздер қызыл кітапқа енген аймаққа бұзып кірдіңіздер, деп рацияның батырмасын баса берді. Сатыр.
Рамиль көз ілеспес жылдамдықпен жетіп келіп, винтовкасының ауыр дүмбісімен приклад Әлішердің бетінен бар күшімен ұрып жіберді. Әлішердің мұрны сүйегі сынып қан атқылап шықты. Ол шалқасынан қарға құлап түсті. Рация қолынан ұшып кетті. Милиция шақырасың ба, мал? Менің кім екенімді білесің бе? Милиция маған салют беріп тұрады. Деп ақырды Рамиль, ол жерде жатқан Әлішердің ішінен ауыр бәтеңкесімен тепкілей бастады. Ұрыңдар мынаны. Ақыл есін кіргізейік. Аяусыз жаза, қар үстіндегі қан. 3 қатыгез мажор 19 жастағы қарусыз жігітті кезекпен теуіп сабай бастады. Әлішер басын қолдарымен жауып, қорғануға тырысқанымен, олардың соққылары өте ауыр еді. Қалың қар қып-қызыл қанға боялды. Әке, көмектес, деп ыңыранды Әлішер есін жоғалта бастап. Рамиль ентігіп тоқтады да, Әлішердің шашынан жұлып, басын көтерді. Тыңда мені, орманның егеу құйрығы. Біз қалаған нәрсемізді істейміз. Ал сен бұл туралы ешкімге айтпайсың. Түсіндің бе? Сосын ол Әлішердің оң аяғының тізесіне ауыр етігімен бар күшімен секіріп түсті. Қырш! Сүйектің сынған дыбысы орманды жаңғыртып жіберді. Әлішер жанұшыра бақырып есінен танып қалды. Ол енді жүре алмайтын, өздігінен үйіне жете алмайтын күйге түсті. Кеттік жігіттер. Мына қоқыс осында қатып өлсін. Көңіл күйді бұзды, деді Рамиль түкіріп. Олар Әлішердің рациясын таспен ұрып сындырды да, көліктеріне отырып, гүрілдеген күйі орманның түкпіріне қарай кетіп қалды. 30 градус суықта сынған аяқпен және жарылған баспен қар үстінде жатқан адамның өмірі санаулы сағаттарға ғана созылатынын олар жақсы білді. Бұл тонау емес, бұл тікелей адам өлтіруге тастап кету еді. Әкенің күдігі, үзілген байланыс және жыртқыштың иісі. Сағат 17:00. Күн бата бастады. Тайгада қараңғылық тез түседі. Қасым пешке отын салып жатып сағатына қарады. Әлішер әдетте сағат 4-те рацияға шығып есеп беруі тиіс еді. Бірақ эфирде өлі тыныштық. Әлішер, қабылда. Мен Қасыммын. Байланысқа шық, деді ол рациясын алып. Жауап жоқ. Тек «шш» деген радио кедергісі ғана. Қасымның ішкі инстинкті, жылдар бойы соғыста шыңдалған 6-шы сезімі бірден дабыл қақты. Тайгада байланыс үзілуі мүмкін, бірақ Әлішер ешқашан ережені бұзбайтын. Қасым мылтығын иығына асып, буран, снегоходына, қарда жүретін көлік мініп ұлының маршрутымен іздеуге шықты. Жарты сағаттан соң, оның снегоходының фарасы ағаш түбіндегі қып-қызыл болып жатқан қарды жарықтандырды. Қасым көліктен секіріп түсіп, сол жерге қарай жүгірді. Әлішер! Қасымның дауысы тауды тітіркендірді. Қалың қардың ішінде бүктетіліп көкпеңбек болып қатып қалған ұлы жатыр еді. Әлішердің демі әзер шығып жатыр, бет аузы танымастай болып сіп қанға қатқан. Оң аяғы табиғи емес бұрышпен қайырылып жатыр. Қасым ұлын қолына алғанда оның жүрегі тілініп түскендей болды. Жылдар бойы ешбір соғыста жыламаған қатал еркектің көзінен жас парлап ақты. Шыда, балам. Шыда. Мен мұндамын. Әкең қасында. Ол өзінің қалың қой терісінен жасалған тонын шешіп ұлын орады. Әлішер көзін әрең ашып қанды еріндерімен сыбырлады. Әке? Олар қара джиптермен аңдарды атпақ болды. Мен тоқтатпақ едім, олар мені. Ол сөзін аяқтай алмай қайтадан есінен танып қалды. Қасым айналаға қарады. Үлкен кең протекторлы дөңгелектердің ізі орманның ішіне қарай кетіп жатыр еді. Жартылған қымбат темекінің қораптарымен сынған рация жатыр. Қасым ұлын снегоходқа мұқият жатқызып үйіне қарай айдады. Құбыжықтың оянуы, милиция бұл жерде көмектеспейді. Қасым ұлын үйіне әкеліп пештің қасына жатқызды. Ол алғашқы медициналық көмек көрсетіп, сынықты тақтаймен байлап қанды тоқтатты. Әлішердің жағдайы өте ауыр еді, бірақ ол тірі қалды. Қасым қалалық милицияға рациямен хабарласпақшы болып тұтқаны ұстады. Бірақ ол тоқтап қалды. Ол орманға кірген қымбат джиптерді, дөңгелек іздерін, олардың заңсыз кіргенін есіне алды. Бұндай көліктермен бұл жаққа тек қаланың қожайындары ғана келетін. Ол милицияға хабарласса, олар ертең бұл істі жауып тастайтынын. Ұлын өзі құлап қалды,
немесе ағаштан құлады деп шығаратынын ол соғыс көрген адам ретінде өте жақсы білетін. Заң олар үшін жұмыс істемейді. Қасымның көздері қараңғылана түсті. Оның бойындағы қарапайым қорықшының бейнесі өшіп, оның орнына 20 жыл бұрын ауған тауларында жауды тірідей бауыздаған, үнсіз, қатыгез спецназ жауынгері оянды. Сендер менің қанымды төктіңдер ме? Деп күбірледі Қасым терезеден қараңғы орманға қарап. Олай болса, тайга сендерге тозаққа айналады. Қасым үйінің астындағы ескі құпия жертөлені ашты. Ол жерден шаң басқан үлкен әскери жәшікті шығарды. Жәшіктің ішінде ескі, бірақ мінсіз күтілген сыбыт, снайперлік винтовка, аю аулайтын үлкен темір қақпандар, тактикалық пышақтар, болат арқандар, тростар, ғыштыбы. Бұл қаланың еркетотай мажорлары орманға сафари елдік деп ойлады. Бірақ олар қазірдің өзінде қақпанға түсіп үлгерген еді. Қасым оларды атпайды. Ол оларға табиғаттың қаншалықты қатыгез екенін, үрей мен азаптың не екенін өз терілерімен сезіндірмекші еді. Ол қаруларын асынып буран снегоходының орнына үнсіз жүретін аңшы шаңғысын киіп, түнгі қараңғы орманға қарай сырғып кетті. Аңшылық басталды. Тайгада мажорларды не күтіп тұр? Қасымның алғашқы қақпаны қандай болмақ? Ақшаға сенген қатыгез жігіттердің қорқынышы қалай басталады? Жүйкеңізді жұқартып, нағыз жабайы кек алуды көрсететін 2 бөлім алдымызда тұр. Дайын болыңыз, тайгада жыртқыштар ешқашан өз олжасын бірден өлтірмейді. Қасқырлар тобы құрбандығын алдымен қаштады, қорқытады, қашатын жолдарын кеседі. Содан кейін ғана олжаның бойын үрей билеп қансырап құлаған кезде ақырғы соққысын жасайды. Облыс әкімінің орынбасарының ұлы Рамиль мен оның достары өздерін өмірдің шыңында тұрмыз деп есептеді. Олар орманның кішкентай ұлын сабап, аяғын сындырып тастап кеткенде, бұл жай ғана бұзақылық деп ойлады. Олар жылы элиталық аңшылар үйінде қымбат виски ішіп, жылынып жатқанда, орманның түнегінен оларға қарай ақырын сырғып келе жатқан ажалды байқамады. 55 жастағы бұрынғы спецназ Қасым оларды ату үшін емес, олардың алтын өмірін тозаққа айналдыру үшін келді. Оның әрбір қадамы математикалық дәлдікпен өлшенген өлім симфониясы еді. Жылы кәмин және тәкаппарлық ол орманда қатып өлді. Түнгі сағат 21:00. Тайганың терең түкпіріндегі элиталық ағаштан салынған аңшылық коттедж. Бұл үй кез келген адам кіре алмайтын, тек ірі шенеуніктер демалатын жабық аумақ болатын. Іште үлкен камин, ошақ жанып тұр, үстел үстінде қымбат шетелдік ішімдіктер, ет және қару-жарақ шашылып жатыр. Рамиль былғар креслода отырып, аяғын үстелге шығарып қойды. Ол күліп стакандағы вискиді жұтты. Көрдіңдер ме әлгі бейшараның түрін? Мен милиция шақырам дейді. Ха-ха-ха. Оның мұрнын бұзған кезде қалай бақырып жіберді. Данияр, прокурордың ұлы, етті шайнап жатып оған қосылды. Ия, брат, сен оның тізесін сындырғанда дыбысы жаман шықты, бірақ ол енді өмір бақи ақсақ болып өтетін шығар. Егер тірі қалса әрине. Бұл аязда ол баяғыда қатып қалған шығар. Тек Тимур, нашақор әрі қорқақ ғана пештің жанында қалтырап, тырнағын тістеп отырды. Ол үнемі терезеге қарай берді. Жігіттер, мүмкін оны тастап кетпеуіміз керек пе еді? Егер ол шынымен өліп қалса ше? Оның үстінде қорықшының формасы болды ғой. Біреу-біреу іздеп келсе, біздің көліктердің ізін көріп қалады. Рамиль орнынан ұшып тұрып, Тимурдың басына шапалақпен ұрып жіберді. Ей, қорқақ қатын! Аузыңды жап! Кім іздейді оны? Бір қайыршы шалма. Іздеп келсе, оны да дәл солай сабап, қарызға батырып жіберемін. Менің әкем бұл облыстың қожайыны. Даниярдың әкесі кез келген істі жауып тастайды. Біз мұнда заңбыз. Түсіндің бе? Тимур басын изеп үндемей қалды. Олар өздерінің ақшасымен атақтары тайгадағы 30 градус аяздан және қаны қайнаған әкеден қорғайды деп сенді. Бірақ олардың қауіпсіздік иллюзиясы санаулы минуттардан кейін күл-талқан болмақ еді. Көлеңкедегі операция, байланыспен қашу жолдарын кесу. Сыртта қалың қарағайдың арасында Қасым үнсіз тұрды. Оның үстінде ақ түсті маскировкалық халат. Ол қармен бірге тұтасып көрінбейтін елеске айналған еді.
Ол үйдің терезесінен іштегі үш мажордың қалай күліп, ішіп жатқанын анық көріп тұрды. Оның көз алдына қансырап қатып жатқан ұлы Әлішердің бейнесі келе берді. Қасымның саусақтары сыбыды, снайперлік винтовка шүртпесін қысты. Ол үшеуін де терезеден бір-бірлеп атып тастай алар еді. Бұл ең оңай әрі тез жол болатын. Жоқ, деп күбірледі Қасым тістерін қайрап. Оқ тым мейірімді өлім. Олар менің баламның қалай қиналғанын сезінуі керек. Олар табиғаттың не екенін түсінетін болады. Қасым ең алдымен олардың қашу жолдарын кесуге кірісті. Ол ақырын ғана аулаға кірді. Екі үлкен джип, Mercedes Class және Toyota Land Cruiser қатар тұрған еді. Қасым қалтасынан ауыр әскери пышағын шығарды. Ол пышақтың ұшымен екі көліктің де төрт дөңгелегін кезек-кезек тіліп жарып тастады. Ауа ысқырып сыртқа шықты. Ауыр көліктер қарға шөгіп қалды. Олар енді ешқайда кете алмайды. Содан кейін Қасым көліктердің капотын үнсіз ашып, стартер мен аккумулятордың сымдарын кесіп жұлып алды. Енді моторда оталмайды, пеште қосылмайды. Ол үйдің шатырына жалғанған спутниктік антеннаның кабелін қиып тастады. Байланыс жоқ. Олар толықтай өркениеттен кесілді. Аралда қалған адамдардай болды. Тұзақ, сөнген жарық және үрейдің басталуы. Қасым үйдің артында орналасқан дизельді генераторға жақындады. Ол генератордың жанындағы қарды мұқият қазып, сөмкесінен үлкен, темірден жасалған аю қақпаны шығарды. Бұл қақпанның тістері адамның сүйегін бірден үзіп жіберетіндей күшті еді. Ол қақпанды құрып, үстін қармен жауып көрінбейтін етіп жасырды. Қақпанның темір шынжырын қалың ағаштың діңіне бекітіп құлыптап тастады. Кім бұған түссе де ағаштан босап кете алмайтын еді. Дайындық бітті. Қасым генератордың отын беретін шлангысын пышақпен кесіп тастады. Дизель суша ағып кетті. Тыр-тыр-тыр-пық-пық. Генератордың моторы бірнеше секундтан кейін тұншығып тоқтап қалды. Сол сәтте элиталық коттедждің ішіндегі барлық жарық шырт етіп сөнді. Каминнің әлсіз сәулесі ғана қалды. Іштегі мажорлардың күлкісі кілт үзілді. Бұл не бәле? Жарық қайда? Деп бақырды Рамиль қараңғыда. Данияр терезеден қарап. Генератор сөніп қалды ғой деймін. Бәлкім соляркасы, жанармайы бітіп қалған шығар. Рамиль креслода шалқайып жатып. Тимур, бар далаға шығып, генераторды қосып кел. Тез бол. Мына жер қазір мұзханаға айналады. Деп бұйырды. Тимур қорқып. Неге мен? Өзің шық. Далада қап қараңғы. Мен орманнан қорқам. Ей, мал. Бар дедім ғой саған. Әйтпесе мына винтовканың дүмбісімен тұмсығыңды бұзам. Рамиль қаруды қолына алып қорқытты. Тимур амалсыздан үстіне қалың күртешесін киіп, қолына фонарик, қолшам алып, қалтырап далаға шықты. Аю қақпаны, сендердің аяқтарыңда сынды. Тимур қарды омбылап үйдің артына қарай бұрылды. Далада үскірік аяз бетті қариды. Фонариктің әлсіз жарығы тек алдындағы 2 метрді ғана көрсетіп тұр. Қарғыс атсын. Қатып қалдым ғой. Қайда мына генератор? Деп күбірледі ол. Ол генераторға бір қадам қалғанда, оның оң аяғы қардың астындағы қатты темірге тиді. Тимурдың миы не болғанын түсініп үлгермей жатып. Шарт! Екі үлкен темір тіс үлкен жылдамдықпен жабылып, Тимурдың балтырын сүйегіне дейін шайнап кіріп кетті. Тимурдың жан ұшырған, жануарша бақырған дауысы түнгі орманды жаңғыртып жіберді. Оның даусындағы ауырсыну мен қорқыныш адам төзгісіз еді. Ол қардың үстіне құлап түсіп, қақпанды екі қолмен ашпақшы болды. Бірақ аю қақпаны арнайы кілтсіз ешқашан ашылмайтын. Қақпанның тістері оның етін жыртып, сүйегін үгітіп жатты. Қар үстіне ыстық қан атқылап шықты. Рамиль, Данияр, көмектесіңдер. Аяғымды жұлып алды. Аға! Деп бақырды Тимур иесінен ауыса жаздап. Үрейдің басталуы бұл кезде соқтық емес. Үйдің ішіндегі Рамиль мен Данияр Тимурдың айқайын естігенде орындарынан атып тұрды. Оған не болды? Қасқыр шапты ма? Данияр қорқып кетті.
Олар қолдарына сайга және шетелдік винтовкаларын алып, сыртқа қарай жүгіріп шықты. Фонарикпен жарқыратып үйдің артына келгенде, олардың төбе шаштары тік тұрды. Тимур еденде қансырап, аяғы үлкен аю қақпанында қысылып жатыр еді. Ол аурудан жылап құсып жіберген. Тартыңдар, ашыңдар мына бәлені, өліп бара жатырмын, деп бақырды ол. Рамиль мен Данияр қаруларын тастай салып, қақпанды күшпен ашпақ болды. Бірақ болат серіппелер пружина қыңқ етпеді. Біля, бұл жерде қақпан қайдан жүр? Бұл ескі үй ғой, деді Данияр қалтырап. Рамиль ашуланып, қақпанды ағаштан шеш, көлікке салып ауруханаға апарамыз. Данияр шынжырды тартқанда, оның үлкен құлыппен ағашқа бекітіліп тасталғанын көрді. Сол кезде Рамильдің фонаригінің жарығы генератордың үстіне түсті. Оның жанармай шлангысы пышақпен кесілгені анық көрініп тұрды. Және генератордың үстінде қанға боялған үлкен аңшы пышағымен ағашқа қадалған бір жапырақ қағаз тұр еді. Рамиль қалтыраған қолымен қағазды алды. Хатты қанмен былай деп жазылған: менің ұлым осылай ауырсынды. Оның аяғын сендер сындырдыңдар. Ойын басталды. Тірі қалуға тырысыңдар. Оқшауланған қамал, көліктер. Көлікке қашыңдар. Рамильдің көздері шарасынан шығып кетті. Оның кеудесін алғаш рет жабайы, хайуани үрей биледі. Бұл кездейсоқ қақпан емес. Бұл әлгі қорықшының баласының әкесі. Ол оларды аулап жатыр. Мылтықты ал. Айналаға қара. Ол осында. Ол бізді көріп тұр, деп бақырды Рамиль жан-жаққа қаруын кезеніп. Тайга қарап түнек. Оларды тек суық желдің өлі ғана қоршап тұрды. Көзге көрінетін ешкім жоқ. Бірақ олар қараңғылықтан өздеріне қарап тұрған сұп-суық көзқарасты, Қасымның көзқарасын терілермен сезінді. Көлікке отырыңдар. Тез от алдырыңдар, қашамыз бұл тозақтан. Тимурды тастаңдар, оны шеше алмаймыз. Милициямен қайтып келеміз, деп бұйырды Рамиль. Бұл оның нағыз сатқын, қорқақ екенін көрсетті. Ол өз досын қақпанда қансыраған күйінде тастап қашуға шешім қабылдады. Жоқ, Рамиль, мені тастама. Өлтіреді мені ол, деп бақырды Тимур жылап. Бірақ Рамиль мен Данияр оны тыңдамастан аулада тұрған Гелендвагенге қарай тұра жүгірді. Олар көліктің есігін жұлқа ашып ішіне кіріп алды. Рамиль кілтті бұрады. Тик. Мотор оталмады. Электр қуаты мүлдем жоқ. Данияр көліктен түсіп дөңгелектерге қарады. Рамиль. Ол 4 дөңгелекті де кесіп тастапты. Капоттың ішіндегі сымдар жұлынған. Екінші көлікте дәл солай. Рамиль машинаның рөлін бар күшімен ұрып бақырып жіберді. Олардың миллиондаған теңгелік джиптері қалың қардың ортасында жай ғана темір табытқа айналған еді. Аңшылықтың жаңа фазасы. Олар байланыссыз, жарықсыз, жылусыз қалды. Олардың қарулары бар, бірақ көрінбейтін жауға қарсы оқ атудың еш пайдасы жоқ. Олар үйдің ішіне қарай қайта қашып кіріп, есік терезелерді бекітіп алды. Сыртта аяздың ортасында аяғы қақпанға қысылған Тимурдың жан ұшырған дауысы мен жылағаны ғана естіліп тұрды. Ол қансырап, суықтан үсіп өліп бара жатты. Ал үйдің ішінде Рамиль мен Данияр қараңғыда қалтырап, мылтықтарын есікке кезеп отыр. Үйдің іші тез суып келе жатыр. Каминнің оты сөнуге таяу. Біз не істейміз, Рамиль? Ол бізді бір-бірлеп бауыздайды ғой. Әкемізге қалай хабарласамыз? Деп Данияр жыламсырады. Оның прокурор әкесінің атағы бұл орманда көк тиынға да татымайтын еді. Қасым шатырдың үстінде үнсіз отырды. Ол Тимурдың дауысын естіп, ешқандай аяушылық сезінбеді. Бұл тек физикалық жаза еді. Енді ол іштегілерді психологиялық тұрғыда сындыра бастайды. Олардың қорқыныштан өз-өздерін өлтіруге дайын болатын сәті жақындап келеді. Қасым келесі қақпанды дайындауға көшті. Бұл қақпан темірден емес, адамның ең терең үрейінен жасалады. Қасым қорқақ мажорларды үйден қалай шығарады? Қараңғы ормандағы аман қалу үшін күрес қалай өрбиді? Олардың қарулары өздеріне қалай қарсы жұмыс істейді? Қанымызды мұздатып, адам психикасының қалай сынуын көрсететін 3 бөлім алдымызда тұр.
Дайын болыңыз, тайганың қараңғы түндегі 30 градус аяз жай ғана ауа райы емес, ол адамның тәнін ғана емес, ақыл есінде мұздататын қатыгез жау. Өмір бойы жылы кабинеттерде, жұмсақ креслоларда өскен, мәселенің бәрін әкелерінің ақшасымен шешіп үйренген Рамиль мен Данияр алғаш рет нағыз қорқынышпен бетпе-бет келді. Олар миллиондаған теңгелік джиптерінің темір табытқа айналғанын, ал өздерінің ең мықты қаруларының көрінбейтін елеске қарсы дәрменсіз екенін түсінді. Далада аю қақпанында досы қансырап, жанұшыра бақырып жатты. Ал үйдің ішіндегі каминнің оты бірте-бірте сөніп бара жатқан еді. Бұрынғы арнайы жасақ сарбазы, қорықшы Қасым оларды атуға асықпады. Ол мажорларға өз ұлының қар үстінде қандай азап шеккенін, өлімнің суық демі қандай болатынын толық сезіндіруді мақсат етті. Қамал бұзылды, енді оларды ішінен кептіру операциясы басталмақ. Мұзханаға айналған үй, ол бізді қатырып өлтірмекші. Түнгі сағат 01:00. Аңшылар үйінің іші тас қараңғы. Рамиль мен Данияр қымбат паркаларын, қысқы курткаларын киіп, қолдарына сайга мен винтовкаларын қысып, бұрышта қалтырап отыр. Терезелерді ауыр шкафтармен бітеп тастаған. Үйдің ішіндегі температура жылдам төмендеп, ауыздарынан бу шыға бастады. Сырттағы Тимурдың дауысы баяулап әлсіреп қалған еді. Оның бақыруы енді ыңырануға ұласты. Ол өліп бара жатыр, деді Данияр қорқыныштан тістері сақылдап. Рамиль, біз оған көмектесуіміз керек еді. Ертең менің прокурор әкем Тимурды тастап кеткенімді білсе, менің өзімді түрмеге отырғызады. Оның әкесі құрылыс магнаты ғой. Рамиль оған мылтығын кезеп, көздері қанталап бақырды. Аузыңды жап, Данияр. Егер далаға шықсаң, дәл сол сияқты қақпанға түсесің, немесе әлгі жынды шал сенің басыңды тесіп тастайды. Ол бізді күтіп отыр. Мен далаға шықпаймын. Таң атқанша осында отырамыз. Таң атқан соң әкемнің тікұшағы бізді іздеп келеді. Тек шыдау керек. Бірақ каминнің, ошақтың ішіндегі отын таусылуға жақын еді. Үйдің ішіндегі жылу тез тарқап, суық сүйектен өте бастады. Олар от жағу үшін үйдегі ағаш орындықтарды сындырып, ошаққа тастады. Рамиль өзін-өзі тыныштандырмақ болып, вискиді бөтелкесімен жұтты. Оның қожайындық иллюзиясы сетіней бастаған еді. Ол өмірінде бірінші рет бәрін бақылаудан шығарып алды. Түтінге тұншығу, тышқандарды іннен қуып шығу. Сыртта, шатырдың үстінде Қасым үнсіз отырды. Оның ақ маскировкалы халаты оны қармен бірге тұтастырып жіберген. Ол шатырдың мұржасына дымоход жақындады. Сендер менің баламды аязда тастап кеттіңдер. Ал өздерің жылынып отырсыңдар ма? Жоқ, мен сендерді өз індеріңнен түтінмен қуып шығамын, деп ойлады Қасым. Ол қалың, дымқыл брезентті палатканың матасын мұржаның тесігіне тығып, үстінен қармен мықтап бітеп тастады. Ауа тартпаған соң, каминнің ішіндегі көк түтін үйдің ішіне қарай лап қойды. Үйдің ішіндегі Рамиль мен Данияр не болғанын түсінбей қалды. Олар сындырып жаққан лақталған орындықтардың ашы, қара түтіні бөлмені бірнеше минут ішінде көз көрмес тұманға айналдырды. Бұл не? Түтін қайдан шығып жатыр? Данияр жөтеліп көзін уқалай бастады. Рамиль ошаққа қарап. Ол мұржаны жауып тастапты. Ол бізді тұншықтырмақшы. Отты өшіріңдер. Қар тастаңдар, деп бақырды. Олар отты сумен өшірмек болды, бірақ бұл мен түтін одан сайын көбейіп кетті. Дем алу мүмкін болмай қалды. Улы газ, угарный газ олардың өкпесін күйдіріп, бастарын айналдыра бастады. Егер олар тағы 5 минут осы жерде қалса, түтіннен уланып, ес-түссіз өліп кететін еді. Рамиль, мен шыдамаймын. Мен дем ала алмай жатырмын. Есікті аш. Қашамыз. Данияр еденде жорғалап жөтеліп жылап жатты. Жоқ, ол сыртта күтіп тұр. Ол бізді атады. Рамиль де жөтеліп есін әрең жинап отырды.
Бірақ өмір сүру инстинкті қорқыныштан да басым түсті. Данияр орнынан атып тұрып, шкафты итеріп, есіктің құлпын жұлқа ашты. Ол таза ауаға жұтыну үшін қараңғы далаға, қардың үстіне құлап түсті. Рамиль де оның артынан қаруын сүйретіп жөтеліп далаға шықты. Жылы қамалдары аяқталды. Енді олар ашық далада, қараңғы тайгада, көрінбейтін мергеннің көз алдында қалды. Соқыр қорқыныш және достық оқ, friendly fire. Олар қар үстінде жөтеліп жатқанда, Қасым шатырдан үнсіз сырғып түсіп, ағаштардың көлеңкесіне жасырынған еді. Оның қолында сывды винтовкасы. Ол оптикалық көздеуіш арқылы Рамильдің басына дәлдеп тұрды. Бір ғана саусақ қимылымен бәрін аяқтауға болар еді. Бірақ Қасым шүріппені басқан жоқ. Ол олардың психикасын түбегейлі сындыруды көздеді. Қасым винтовканың ұшын аспанға, ағаштың бұтағына бұрып оқ атты. Бақ! Ауыр снайперлік оқтың дауысы тау ішінде жарылған бомбадай естілді. Ағаштың қалың бұтағы үзіліп, Рамильдің дәл қасына, қарға күрсетіп құлады. Рамиль мен Данияр қорқыныштан бақырып жіберді. Олар оқтың қайдан ұшып келгенін көрмеді. Рамиль ақылынан адасқандай, қолындағы қаруын кездейсоқ, қараңғы орманға қарай жаудыра бастады. Кел! Ат мені, сука! Ат! Мен сені өлтіремін! Деп бақырды ол, көзіне жас толып, автоматтың шүрпесін басып тұрып қалды. Тра-та-та-та-та! Оқтар қараңғылыққа, бұталарға ұшып жатты. Данияр да қорқып, сайгадан кездейсоқ ата бастады. Олар толықтай дүрбеленге, паникаға түскен еді. Рамиль бұрылып, үйдің артына қарай оқ жаудырды. Кенеттен қараңғылықтан біреудің «А-а-а!» деген жаны шырған, қырылдаған дауысы шықты. Рамиль оқ атуын тоқтатты. Автоматтан түтін шығып тұр. Оның құлағы шыңылдап, жүрегі тоқтап қала жаздады. Ол Даниярға қарап: Мен оны тигіздім бе? Мен шалды атып тастадым ба? Деп ентіге сұрады. Олар қалтырап, фонариктерін қосып, дау шыққан жаққа үйдің артына қарай жақындады. Фонариктің жарығы қар үстіндегі денеге түскенде Рамильдің қолдарынан қаруы түсіп кетті. Қар үстінде жатқан адам қорықшы Қасым емес еді. Ол аяғы қақпанға қысылып түсіп өлуге жақындаған, бірақ Рамильдің соқыр оқтарынан кеудесіне 2 оқ тиіп қанға боялып жатқан Тимур еді. Тимурдың көздері ашық қалған, аузынан қан ағып жатыр. Ол өз досының қолынан атылып өлді. Данияр шашын жұлып бақырып жіберді. Рамиль, сен Тимурды атып тастадың. Сен оны өлтірдің. Ақымақ. Рамиль тізесімен қарға құлап түсті. Оның тәкаппарлығының, мажорлық өмірінің соңғы қалдығы осы жерде күл-талқан болды. Ол қорқыныш пен паранойяның кесірінен өз досын, құрылыс магнатының ұлын өз қолымен атып өлтірді. Енді бұл оқиғаны ешбір әке, ешбір ақша жауып тастай алмайтын еді. Қасым олардың қолдарын өздерінің қанымен былғады. Тайга түнегіне қашу, орман бізді жұтады. Қараңғы бұталардың арасынан тағы бір оқ атылды. Бұл жолы оқ Рамиль мен Даниярдың дәл ортасындағы қарға тиіп, қарды бұрқ еткізді. Бұл ескерту оғы еді. Қасым оларға қашыңдар деген белгі берді. Қаш! Данияр, қаш! Ол бізді де атады. Орманға қашамыз! Деп бақырды Рамиль. Ол досының мәйітін сол жерде қалдырып, қаруын тастай салып, терең қарға қарай тұра жүгірді. Данияр да жылап, құлап сүрініп, оның соңынан орманның ішіне қарай ұмтылды. Олардың қолдарында қару жоқ, жылы киімдері жұқа, аяқтарында тек қарапайым қысқы бәтеңке. Олар 30 градус аязда, түн ортасында адам аяғы баспаған Алтай тайгасының түнегіне кіріп кетті. Қасым ағаштың артынан шықты. Ол Тимурдың өлі денесіне қарап, ешбір эмоция білдірмеді. Кінәсіз адам жоқ. Ол менің баламды тепкендердің бірі еді. Ал қазір өз досының оғынан өлді. Табиғат әділ деп ойлады ол. Қасым аңшы шаңғысын киіп, арқасына мылтығын асты. Ол аспанға, жарқыраған айға қарады. Ол енді қашқын 2 мажордың соңынан аңшылықты бастамақ. Бұл қуғын тек физикалық емес, психикалық азапқа толы болады. Қасым олардың аяқтары үсіп, аштық пен суықтан қалжырап, бір-бірін сататын деңгейге жеткізбекші.
Аңшылықтың ең қорқынышты кезеңі қуғын басталды. Рамиль мен Данияр қараңғы орманда қалай аман қалады? Олар аязға төтеп бере ала ма, әлде бір-бірін жау көре бастай ма? Қасым оларды қандай психологиялық тұзақтарға түсіреді? Адам психикасының аязбен және үреймен қалай сыналатынын көрсететін, жүректі тоқтататын 4 бөлім алдымызда тұр. Дайын болыңыз, орман ешкімді аямайды, тайга кешірім дегенді білмейді. Бұл жерде сенің әкеңнің кім екені, банктегі миллиондарың немесе үстіңдегі шетелдік бренд киімдерің ешкімге қызық емес. 30 градус үскірік аяз бен қалың қар адамның бетпердесін жұлып алып, оның ішіндегі нағыз хайуанды сыртқа шығарады. Рамиль мен Данияр қараңғы орманға қашып кіргенде, олар аман қаламыз деп үміттенді. Бірақ олар жылы коттеджден қарусыз, жұқа киіммен шыққан еді. Ал олардың соңында келе жатқан Қасым жай ғана ашулы әке емес, табиғатпен тұтасып кеткен. Анда жылдам әрі аяздан да суық, нағыз. Ол оларды атуға асықпады. Ол мажорларға өздерінің қандай пасық, қорқақ екендерін көрсетіп, оларды ішінен ірітуді көздеді. Бұл түн олардың адамдық қасиеттері мен тәкаппарлықтарының ақырғы зиратына айналмақ. Мұзға айналған өкпе, біз бұл жерде қатып өлеміз. Түнгі сағат 03:00. Аңшылар үйінен бірнеше шақырым ұзап кеткен қалың орманның түкпірі. Рамиль мен Данияр белден келетін қалың қарды омбылап құлап сүрініп қашып келе жатты. Олардың қолдарында қару жоқ. Рамильдің үстінде қымбат итальяндық күртеше, ал Даниярдың аяғында қалалық қысқы бәтеңке ғана бар еді. Бұл киімдер тайганың 30 градустық аязына 5 минутта төтеп бере алмайтын. Тоқташы, Рамиль. Данияр алқынып қардың үстіне құлап түсті. Оның демі үзіліп, өкпесінен қан дәмді мұз жұтқандай қарысып қалған еді. Менің аяқтарым сезбей қалды. Саусақтарым қатып қалды. Біз қайда бара жатырмыз өзі? Бұл жерде жол жоқ қой. Рамиль де ентігіп ағашқа сүйенді. Оның кірпіктер мен мұртына ақ қырау қатып қалған, беті суықтан көкпеңбек болып кеткен. Тұр, Исуас. Ол біздің соңымыздан келе жатыр. Егер тоқтасаң қатып өлесің, немесе әлгі жынды шал сенің басыңды тесіп тастайды. Мен Тимурды атып алдым. Түсінесің бе, мен өз досымды өлтірдім. Бәрі мына қарғыс атқан шалдың кесірі. Егер мен қалаға жетсем, бүкіл Омонды әкеліп, бұл орманды өртеп жіберемін. Деп бақырды Рамиль, бірақ оның даусында бұрынғы батылдық емес, тек жан ұшырған үрей ғана бар еді. Олар айналаға қарады. Төңірек тас қараңғы. Тек айдың сәулесі қарға түсіп, ағаштардың ұзын, қорқынышты көлеңкелерін жасап тұрды. Олар қайда қашып бара жатқандарын да білмейтін. Қасым оларды әдейі орманның ең қалың, шығуға мүмкін емес батпақты, бұталы тұсына қарай. Бурелонға. Көлеңкедегі аңшы, психологиялық ойын. Кенеттен қараңғылықтан бір құрғақ бұтақтың шырт етіп сынған дыбысы естілді. Рамиль мен Данияр селк етіп арттарына қарады. Кім бар ол жерде? Данияр қалтырап ағаштың артына тығылды. Ешкім жауап бермеді. Бірақ бірнеше секундтан кейін олардың дәл төбесіндегі ағаштың бұтағына бірдеңе келіп сарс етіп қадалды. Рамиль басын көтеріп қараса, ағаштың діңінде үлкен аңшы пышағы қадалып тұр еді. Ал пышақтың ұшында жаңа ғана Тимурдың үстінде болған қанға боялған мойын орағыш, шарф ілініп тұрды. Бұл Қасымның елес сияқты олардың дәл қастарында жүргенін, бірақ оларды әлі өлтіргісі келмейтінін білдіретін хабарламас еді. Ол олармен мысықпен тышқан сияқты ойнап жатыр. Ол осында. Ол мені өлтіреді. Данияр қорқыныштан ақылынан адаса жаздап, бағыт-бағдарсыз алға қарай тұра ашты. Рамиль де оның соңынан жүгірді. Олар бір-бірін итеріп, бұтақтар беттерін тіліп жатса да тоқтамады. Қасым өзінің аңшы шаңғысымен қардың үстіне мүлдем дыбыссыз сырғып, олардың әрбір қадамын бақылап келе жатты. Ол олардың қалай құлағанын, қалай жылағанын бәрін көріп тұрды. Адам болмасаңдар, хайуан сияқты өлесіңдер деп ойлады әке, қаны қайнап. Ақыры сәт, сатқындықтың құны. Қашу барысында Данияр қар астында жасырынып жатқан үлкен ағаш тамырына сүрініп кетті. Қырш! Оның тобығы, голеностоп қатты қайырылып, буынынан шығып кетті. Аяғым!
Аяғым сынды. Данияр қардың үстінде аунап аяғын ұстап бақырып жіберді. Ол орнынан тұрмақшы болды, бірақ сүйектің ауруынан қайта құлады. Рамиль оған қарап тоқтап қалды. Ол ентігіп аузынан бу бұрқырап тұр еді. Тұр, тез тұр. Ол қазір жетеді, деді Рамиль. Мен жүре алмаймын, Рамиль. Тоңасып қалдым. Аяғым істемейді. Мені арқалап алшы. Өтінемін. Біз кішкентайымыздан бірге өстік қой. Мен сенің досымын. Данияр жылап қолын созды. Оның саусақтары үсіктен қап-қара болып кеткен еді. Рамиль оған қарады. Осы сәтте Рамильдің ішіндегі адамдық деген ұғымның соңғы тамшысы жоғалды. Ол досының өмірінен гөрі өзінің жанын сақтап қалуды таңдады. Рамиль Даниярға жақындап келді де, оны көтерудің орнына, оның басындағы жылы түлкі тымағын және қолындағы қымбат, қалың былғары қолғабын жұлып алды. Сен не істеп жатырсың? Қайтар. Мен үсіп өлемін ғой, деп бақырды Данияр жанұшыра. Кешір, бауырым. Екеуміз де бәрібір өлеміз. Бірақ менің әкем әкім. Мен тірі қалуым керек. Ал сен бұл қалыппен маған тек жүксің. Сенің қаның шалды осында ұстап тұрады, ал мен қашып құтыламын. Деді Рамиль суыққандылықпен. Ол Даниярдың бетінен қармен бір теуіп, жылы қолғаппен тымақты киіп алып, қараңғылыққа қарай жүгіріп кетті. Данияр қардың үстінде жалаң бас, жалаң қол, сынған аяқпен жалғыз қалды. Оның ең жақын досы, бірге арақ ішіп, бірге адамдарды қорлап жүрген серігі оны өлімге тастап кетті. Бұл мажорлардың достығының шынайы құны еді. Олар ақша барда ғана батыр, ал өліммен бетпе-бет келгенде бір-бірін сатуға дайын қорқақтар болып шықты. Рамиль, сука, сені Құдай атады. Қайт мұнда, деп жылады Данияр, аяз оның бетін қарып, көз жасын мұзға айналдырып жатқанда. Даниярдың ақыры, орман қожайынның үкімі. Оңкүлдік аязда жалғыз қалған Даниярдың есі ауса бастады. Судың ең соңғы стадиясы, гипотермия, басталды. Оған кенеттен ыстықтап кеткендей сезілді, бұл үсіп өлу алдындағы алдамшы сезім. Ол үстіндегі курткасын шешіп тастай бастады. Кенеттен қардың сықырлаған дыбысы естілді. Данияр басын көтерді. Оның алдында айдың жарығымен аппақ халат киген, қолында винтовкасы бар Қасым тұрды. Оның жүзінде ешқандай аяушылық жоқ, тек тастай мұздай қаталдық бар еді. Данияр қалтыраған қолын созып жалына бастады. Аға, кешіріңізші. Мен кінәлі емеспін. Бәрін Рамиль істеді. Сіздің балаңызды тепкен сол. Менің әкем прокурор. Сізге қалаған ақшаңызды береді. Маған көмектесіңізші. От жағыңызшы. Мен өліп барамын. Қасым оған бірнеше секунд үнсіз қарап тұрды. Сосын баяу дауыспен сөйледі. Менің баламда қар үстінде жатып осылай сұраған шығар. Бірақ сендер оның аяғын сындырып күліп кетіп қалдыңдар. Орманда прокурорда, әкімде жоқ. Мұнда тек табиғат заңы бар. Ал табиғат сен сияқты әлсіз әрі пасықтарды кешірмейді. Мен сені өлтірмеймін. Сені орманның өзі жазалайды. Қасым Даниярға тиіскенде жоқ. Ол жай ғана бұрылып, шаңғысымен Рамильдің ізіне түсіп қараңғылыққа сіңіп кетті. Данияр оның артынан, тоқта, мені қалдырма деп айқайлағысы келді, бірақ оның дауысы шықпады. Қату процесі оның өкпесін тоқтатты. Бірнеше минуттан соң прокурордың Еркетай ұлы миллиондаған ақшаның мұрагері Алтайдың қалың қарының астында ит сияқты мұз болып қатып қалды. Оның өлімі азапта әрі жалғыздықта өтті. Рамильдің жынды болуы ол жерден шығып келе жатыр. Бұл уақытта Рамиль есінен ауысқан күйде орманның ең терең, қалың жеріне кіріп кеткен еді. Ол Даниярдың киімдерін алса да, ішкі ағзасы суықтан қалтырап күші таусылуға таяу болатын. Ол бір үлкен қарағайдың түбіне келіп дем алуға отырды. Мен құтылдым. Мен оны алдадым. Ол Даниярмен әуре болып жатқанда, мен қаланың трассасына шығамын деп күбірледі ол өзіне өзі. Бірақ ол жолдан мүлдем адасып, орманның ортасында шыр айналып жүргенін білмеді.
Қасым оны әдейі бағыттап тұйыққа тіреген болатын. Кенеттен Рамилдің артынан қасқырдың ұлған дауысы естілді. Ау! Оның артынша екінші, үшінші дауыс қосылды. Рамил орнынан атып тұрды. Оның көзіне елестер көріне бастады. Қалың ағаштардың арасынан қанға боялған Тимур мен Данияр оған қарай қолдарын созып келе жатқандай көрінді. Жоқ, кетіңдер. Мен сендерді өлтірген жоқпын, деп бақырды ол қарды ұрғылап. Сол сәтте оның дәл алдынан қардың астынан аппақ халат киген Қасым атып шықты. Ол Рамилдің жолын тосып, алдын ала қар астына көміліп жасырынып жатқан еді. Бұл нағыз спецназдың маскировкасы болатын. Рамил Қасымды көргенде, оны елес немесе орманның жын перісі деп ойлап бақырып жіберді. Ол кері қарай қашпақшы болып бұрыла бергенде, оның аяқ астындағы қар опырылып, ол терең шұңқырға, аю аулайтын қазындыға құлап түсті. Гүрс! Шұңқырдың тереңдігі 3 метрдей еді. Рамил ауырсынудан ыңыранып жоғары қарады. Шұңқырдың ернеуінде Қасым тұрды. Оның көлеңкесі ай жарығымен Рамилді толығымен жауып қалған еді. Рамилдің тағдыры не болмақ? Қасым оған қандай ақырғы жаза дайындап қойды? Тайганың заңы өз үкімін қалай орындайды? Қанды кек алудың финалы және әкелік махаббаттың қаталдығы бейнеленетін ең соңғы эпикалық 5 бөлім алдымызда тұр. Дайын болыңыз, адам баласы өзін әлемнің қожайынымын деп ойлайды. Олар биік ғимараттар салып, темір тұлпарлар мініп, қағаз ақшаға табынған кезде табиғаттың қатыгез заңдарын ұмытып кетеді. Бірақ Тайга адамның атақ-даңқын, қызметін, банктегі миллиондарын танымайтын алып сот. Бұл соттың судьясы Үскірік Аяз, ал прокуроры Аш Қасқырлар. Облыс әкімінің орынбасарының ұлы, өзін ешқашан жазаланбайтын құдай санаған Рамил 3 метрлік терең шұңқырға құлағанда, ол Даниярды үсіп өлуге тастап, өз жанын сақтап қалдым деп ойлаған. Бірақ бұрынғы арнайы жасақ жауынгері Қасым оған өлімнен де бетер жаза дайындап қойған еді. Осы түн Рамил үшін мәңгілік тозаққа, ал ертеңіне іздеуге келген милиция үшін жан түршігерлік кошмарға айналмақ. Мұзды зындан, мені бұл жерден шығар. Түнгі сағат 04:00. Тайганың қақ ортасы. Рамил 3 метрлік терең, қабырғалары мұз болып қатқан аю шұңқырының Вальчия-яма түбінде жатыр. Ол құлаған кезде иығын қатты шығарып алған, бүкіл денесі сырқырап ауырады. Ол жоғарыға қарады. Айдың жарығымен шұңқырдың ернеуінде тұрған Қасымның сұлбасы дәу жыртқышқа ұқсап көрінді. Оның қолында снайперлік винтовка, ал жүзінде ешқандай эмоция жоқ еді. Рамил орнынан ұшып тұрып, мұзды қабырғаны тырмалай бастады. Оның тырнақтары сынып, саусақтарынан қан ақты, бірақ топырақ қатып қалғандықтан ол жарты метрде жоғары көтеріле алмады. Ол шұңқырдың түбіне қайта сырғып түсті. Ей, шал! Шығар мені бұл жерден. Естіп тұрсың ба? Рамил жоғарыға қарап бақырды. Оның даусында әлі де тәкаппарлық бар еді. Сен менің әкемнің кім екенін білесің бе? Менің әкем облыс әкімінің орынбасары. Егер менің басымнан бір тал шашым түссе, ол сені де, сенің мүгедек балаңды да түрмеде шірітеді. Бұл орманды түбімен қопарып тастайды. Қасым үнсіз тұра берді. Ол қалтасынан Рамилдің қымбат алтын оттығын, оны аңшылар үйінен тауып алған, шығарып, жайбарақат тұтатты. Оттың жарығы Қасымның терең әжімдерімен тастай қатал көздерін айқындап көрсетті. Сенің әкең бұл жерде жоқ, күшік, деді Қасым. Дауысы орманның желіндей суық шығып. Бұл жерде сенің ақшаң да, прокурор достарың да жоқ. Бұл жерде тек сен, мен және табиғат ана ғана. Рамил қалтырап үнін өзгертті. Қорқыныш оның тәкаппарлығын басып тастады. Жарайды. Аға. Қасым аға. Кешіріңізші бізді. Ақымақтық жасадық. Мен сізге $1 миллион беремін. Басыңызда алтынмен аптаймын. Балаңызды шетелде ең жақсы клиникаларда емдетем. Тек маған қаруыңыздың дүмбісін, приклад, созыңызшы. Мені тартып шығарыңыз. Мен өліп барамын. Мұнда өте суық. Рамил тізе бүгіп, қолдарын жоғары созып жылай бастады.
Оның мұрнынан аққан сұйықтық мұз болып қатып жатты. Табиғаттың соты, мен сені өлтірмеймін. Қасым төменге бір нәрсе лақтырды. Бұл Рамил Даниярдан күшпен тартып алған, қанға боялған жылы тымақпен қолғап еді. Рамил оларды көріп шошып кері шегінді. Сен өз досыңды аязда қар үстінде өлуге тастап кеттің. Сен оның киімін шешіп алдың, деді Қасым ауыр күрсініп. Сендер менің 19 жастағы баламды тепкілеп аяғын сындырып өлсін деп қалдырып кеттіңдер. Сендер өмірді ойыншық көресіңдер. Рамил басын шайқап. Ол кездейсоқ болды. Біз мас болдық. Мен өлгім келмейді. Мені атпаңызшы. Жалынамын. Қасым винтовкасын арқасына асты. Ол шұңқырдың ернеуінен кері бұрылды. Мен сені атпаймын, Рамил, сенің қаның менің оғыма да татымайды, деді қорықшы. Мен сені өлтірмеймін. Бірақ мен сені құтқармаймын да. Сен менің ұлымды қандай күйде тастап кетсең, мен де сені дәл солай қалдырамын. Сені орманның өзі жазалайды. Жоқ, тоқтаңыз. Қайда барасыз? Мен бұл жерде қатып өлемін ғой. Қасым аға. Рамил жанұшыра бақырып, мұз қабырғаға секіре бастады. Бірақ тым кеш еді. Қасымның шаңғысының сыбдыры алыстап, орманның үнсіздігіне сіңіп кетті. Ол 3 метрлік қараңғы зынданда 30 градус аязда жалғыз қалды. Кенеттен шұңқырдың жоғарғы жағынан орманның ішінен бұтақтардың сытырлаған дыбысы естілді. Рамил жоғарыға қарады. Айдың жарығымен шұңқырдың шетінен 2 сары көз оған қарап тұр еді. Сосын тағы 2 көз қосылды. Бұл аш қасқырлар тобы болатын. Олар қанның және үрейдің иісін сезіп келген еді. Кетіңдер. Көмектесіңдер. Рамилдің ақырғы шыңғырығы түнгі тайганы жаңғыртты. Милицияның келуі орманда соғыс болған ба? Ертесі күні таңертең. Сағат 09:00. Рамилдің әкесі, облыс әкімінің орынбасары және басқа да шенеуніктер балаларының түнде байланысқа шықпағанына алаңдап, қаланың бүкіл милициясы мен төтенше жағдайлар қызметін тік көтерген болатын. Олар Рамилдің біз тайгадағы құпия коттеджге барамыз деген сөзін білетін. Орманның үстімен 2 әскери ми 8 тікұшағы ұшып келді. Олар аңшылар үйінің маңына қонды. Тікұшақтан автомат асынған 20-дан астам ОМОН сарбазы, полковник және Рамилдің әкесі атып шықты. Олар үйдің ауласына кіргенде көз алдарындағы көріністен төбе шаштары тік тұрды. О құдайым! Бұл не сұмдық? Деді полковник жағасын ұстап. Аулада миллиондаған теңгелік 2 джип қарға батып, дөңгелектері тілініп, ішек қарны, сымдары ақтарылып жатыр еді. Генератордың қасында қар үстінде қанға боялып, бір аяғы дәу аю қақпанына қысылған, кеудесіне 2 оқ тиген Тимурдың, құрылыс магнатының ұлы, мұз болып қатып қалған мәйіті жатыр. Оның бетінде шексіз қорқыныш қатып қалған. Қасында ойын басталды деген қанды хат пышақпен қадаулы тұр. Үйдің ішін тексеріңдер. Тез! Деп бақырды полковник. ОМОН сарбаздары үйге кірді. Іші қап-қара түтінге тұншыққан, есіктер бұзылған, бірақ іште ешкім жоқ. Жолдас полковник. Олар орманға қашыпты. Қар үстінде 2 адамның ізі және шаңғының ізі бар. Олардың соңынан біреу қуған. Деді капитан. Рамилдің әкесі қалтырап. Баламды табыңдар. Ол тірі болу керек. Қанша ақша керек болса да беремін, тек баламды табыңдар. Деп бақырды. Қар үстіндегі жан түршігерлік көрініс, достықтың сатылуы. Қарулы жасақ із кесуші иттермен орманның ішіне қарай кірді. Жарты шақырымнан кейін иттер үріп, қардың астында жатқан денеге қарай ұмтылды. Полковник пен сарбаздар жүгіріп барғанда, жалаңбас, қолғапсыз, аяғы сынып, мұз болып қатып қалған Даниярды тапты. Оның беті аяздан жарылып кеткен, көздері ашық. ОМОН капитаны ізін зерттеп, жолдас полковник, мынаған қараңыз. Даниярдың жылы киімдерін біреу шешіп алған. Ал қасындағы ізі 2-ші мажордың, Рамилдің бәтеңкесінің ісі.